семинарына қош келдіңіздер. Ең бірінші психологиялық дайындығымыз. Алдарыңызда дәл қазір осындай үйлестірмелі парақша тұр. Кезекпен келіп мына парақшаны аласыздар. Мысалға қараңыздар. Мектепте ең бірінші келетін және ешқашан кешікпейтін әріптесіңізді құшақтаңыз дейді. Ондай әріптесім ешқашан кешікпейді және ең бірінші келеді. Дәл осылай жалғастырып шығыңыздар. Көзірек барлықтарыңыз. Ешқашан қосуды білмейтін әріптесіңізді құшақтаңыз. Инабатты, ешқашан салғыласпайтын әріптесіңізді жауапкершілігі мол әріптесіңізді құшақтаңыз. Спортқа жаны жақын әріптесіңізді құшақтаңыз. Қазақ тіліне жаны ашитын жас әріптесіңізді өкпелегіш әріптесіңізді құшақтаңыз. Ұқыпты, үнемі костюм киетін әріптесіңізді құшақтаңыз. Ең сыйлы әріптесіңізді Бүгінгі семинарымыздың тақырыбы бағалау критерийлерінің дескрипторларын қалай құру керек. Мақсаты критерийлер мен дескрипторлар туралы түсінік беру, критериялда бағалауды үйрету. Бағалау критерийлері мен дескрипторлары, яғни критерий оқушының нәтижесін белгілі бір талаптарға сай бағалау үшін қолданылатын өлшемдер. Дескриптор критерийді орындаудың нақты көрсеткіштері. Бағалау қалыптастырушы бағалау, жиынтық бағалау, құралдары, критерий, дескриптор, рубрика. Критерий оқытудың міндеттерін жүзеге асыратын өлшемдер оқушылар жұмыс барысында орындайтын іс-әрекеттердің тізбегі. Дескриптор оқушының критерийлер бойынша ең жоғарғы жетістіктерге жету қадамдарын көрсетеді. Рубрика оқушының білімін бағалауға арналған критерийлер жиынтығы. Ескере кететін жағдай бағалау білім деңгейі белгіленген критерий бойынша бағаланады. Оқушы бағалау критериймен таныс болуы керек. Критерий оқушы қабылдай алатындай болу керек. Яғни қиындау болған кезде біз оны оңайша жөндеп алуымыз керек. Мұғалімнің жетекшілігімен өз жұмысын бағалай алуымыз керек. Баға қою дәстүрлі жағдайда баға қою. Ұстанымдар негіздері. Бағамен оқушының жұмысын бағалайды. Дескрипторлар оқушыға алдын ала белгілі болуы шарт. Оқушы өз білімін деңгейін анықтай алуы қажет, нақты білімділік мақсатты бағалауы қажет. Критерий оқушының әртүрлі қызметінің тізімі. Дескрипторлар оқушының кез келген критерийлер бойынша ең жақсы нәтижеге жеткізген барлық қадамдарын ретімен көрсетеді және оларды белгілі балдар санымен бағалайды. Рубрика, критерий, дескрипторлар. Рубрикалар балалар не үшін оқитынын, критерийлер нені үйрену керектігін, ал дескрипторлар оны қалай істеу керектігін көрсетеді. Бағалау критерийлері мен дескрипторлары. Критерий оқушының нәтижесін белгілі бір талаптарға сай бағалау үшін қолданылатын өлшемдер. Дескриптор критерийді орындаудың нақты көрсеткіштері. Критериялды бағалаудың пайдасы ол нақтылық, әділдік, ынталандыру, белсенділік, жеке тұлға. Көріп ой қозғап, жүлеріңізді ортаға саласыздар. Концертіміздің ендігі номерінде пирамида. Концертіміздің кезекті номерінде менің досым апамыз өнер көрсетеді. Ол колледж дәрісін жатқа айтып береді. Апамыз неге? Екі жердегі 1, 2. Екі жердегі 2, 4. Екі жердегі 3, 6. Екі жердегі 4, 8. Екі жердегі 4, енді есеп сабағынан сынаймыз. Оқы. А қаласымен Б қаласынан велосипедшілер шықты. Екі қаланың аралығы 40 шақырым. Олар сағатына 10 шақырымнан жүргенде қанша уақытқа жетеді? Мына өзіміздің алпамыз ғой. Жауабы 4. Ол менің қалиқанымның жолдасы. Айналайын көп жасағыр. Үлкен жігіт болдық. Ендігі номерімізде пирамида көрсетеміз. Қоңыр салқын лебімен су барқан күз келді. Қоштасардан мезгілмен барын алға тізгенді. Қызыл жасыл орманның алтын шапан кигеннің табиғаттың құлпырып тұрған шағын сүйемін. Мына бала бұл кісі
Қырмай? Бүгінгі газет. Мына оқы. Бүгін Внуково аэродромында Совет одағының партия және үкімет басшылары Үндістаннан келген құрметті қонақтарды қарсы алды. Үндістаннан келген. Жарайды мұғалім. Менің балам да жақсы оқи алады. Газет журналды оқытыңдаршы. Мұғалім балам менің немере қызымға жетіспей жүр. Bizim arabayda bakkalalar okuyorlar. Muğalim balanı okuyorlar. Ағай, мына баланы мектепке алыңызшы. Атың кім сен? Алғанбыз, бірақ маған әлі портфель әперілген жоқ. Ағай, алыңызшы мектепке. Менің орныма алыңыз. Менің оқығым келеді. Жарайсың, нағыз батыр екенсің. Ертеңнен бастап бірінші класс оқисың. Ай, өзім ай. білімгерлік ұнаған жоқ маған. Ана қызық баланың иә, еще менің орнымды алыңыздар қойдым, өзі оқып кетті. Ол дәлелдеп берді ғой. Иә, дәлелдеп Берді. Бірінші дәлелде ол оқытты баланы, көбейту кестесін жаттауының қабілетін көрсетті. Және бүгінгі газеттен оқыту. иә, алдын ала дайындалған жоғын көрсетті, иә. Дайындалғанды жоқтығын және бұл неге дайындығын. Енді біздің бағалауымызға не қатысы бар деп ойлайсыздар? Біздің мына бүгінгі тақырыбымыз. Өзіңді оқыту қабілеті және Барлық жан-жақты информацияны алып кету қабілетінде бірнеше тапсырма беріп соның бәрін ол келесі. Әріптестер, осымен бүгінгі семинарымыз тамамдалды. Назарларыңызға рахмет, көп рахмет.